Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге өте дәмді блинчик дайындаймыз. Ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Үстінен қандымызды салып, жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Жылы сүтімізді құйып, араластырып, үстінен ұнымызды салып, араластырып аламыз. Осылай сүтіміз бен ұнымызды аз-аздан сала отырып, жақсылап араластырып аламыз. Сонда біздің қоспамыз түйіршік болмайды. Енді 1 стакан қайнаған суымыздың үстінен 1 шай қасық содамызды салып, қоспамыздың үстінен құямыз. Дайын болған қоспамыздың үстінен сұйық майымызды қосып, араластырып аламыз. Біздің қоспамыз осындай болды. Енді қызып тұрған тавамызға қоспамызды құйып, пісіріп аламыз. Осылай тез-тез болып шыққан кезде блинчигімізді екінші бетіне аударып аламыз. Газымыздың астын орташа отқа қойып, пісіріп аламыз. Қатты отта тұрса, біздің блинчиктеріміз күйіп кетуі мүмкін. Міне біздің блинчиктеріміз дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Гүлзат. Сау болыңыздар.